Киберспорттан Олимпиада өтеме. Нелінді кім алмастырып үлгерді? Ал плей-офф кезеңіне қай команда жолдама алды? Попкорнды алыңызда жайғасыңыз. Сайбералан командасы кезекті мәрте киберспорт әлеміндегі соңғы жаңалықтарға шолу жасады. Баршаңызға сәлем, бұл Сайбералан, және оны жүргізетін мен Аружан. Біз Қазақстан мен әлемдегі киберспортқа қатысты жаңалықтарды айтамыз. Жаңалықтарды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Біз сіздермен керемет жаңалықтарды бөліскіміз келеді. Біз Сайбералан командасы осы аптадан, яғни қазан айының 2-ші жарысынан бастап, Қазақ Киберспорт Федерациясының ресми серіктесі атандық. Федерацияның қазақ тіліндегі медиа контентті дамыту стратегиясы аясындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Демек, бұдан былай біз жаңалықтардан бөлек өзге спортшылармен, менеджерлермен және команда иелерімен бірге эксклюзив контент ұсынамыз. Оқиғалар алаңында болып, тікелей хабар таратамыз. Жіберіп алмас үшін жазыла кетіңіздер. Киберспорттан Олимпиада өтеме. Халықаралық Олимпиада комитетінің президенті Томас Бах қыркүйек айында комитетте киберспорт бойынша комиссия құрылды дейді. Ол әлем бойынша 500 миллионға жуық адам киберспортпен шұғылданатын. Бұл салаға қызығушылықтың артып келе жатқан. Қызығатындардың басым бөлігі жастар екенін атап өтті. Өткен Азиатада киберспорттық сайыстардың болғанын ескерсек, шын мәнінде алдағы 10 жылдықта киберспорттан өтетін Олимпиаданың куәгері болатын сияқтымыз. Бірақ бұл біздің команданың пікірі ғана. Сіз де осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Әзірге Dota әлеміндегі басты оқиға The International. Турнирдің қорытынды кезеңінің кестесі белгілі болды. Ал 20 қазанда The International 2020 жекпе-жегі қайта жанданбақ. Айтпақшы, Инта топтық кезеңі өткен жылғы турнирге қарағанда биыл танымалдылыққа ие болды. Бұл туралы eSports Charts порталы хабарлады. Көпшілік көрермен Team Spirit пен Shopify Rebellion арасындағы болған жекпе-жекті тамашалапты. Шамамен 750 мыңға жуық адам қараған екен. Ал бұл рекордтық көрсеткіш. Естеріңізге сала кетейін, чемпионаттың жүлде қоры шамамен $3 миллион және компендиумдар сатылымы есебінен жүлде қоры толығып жатыр. Европадан плей-оффтың жоғарғы кестесіне бір ғана команда өтті. Бұл Team Liquid. Сарапшылар аймақтың нәтижесі соңғы 6 жылда максималды төмендеген жазуда. Бірақ ТМД-дан ба, әлде Шығыс Европадан ба 4 бірдей команда бар. Олар Virtus.pro, Team Spirit, Nine Panda және BetBoom. Ал бұл киберспорт тарихында алғаш рет болып отыр. TI-дің 4 күнінде ерекше 104 кейіпкер таңдалды. Ешкім қаламаған 20 кейіпкердің шығып кетпей, келесі кезеңге қалғаны қызық боп тұр. Деректер Dota бап сайтындағы статистикаға негізделген. Адамдарға ұнамаған кейіпкерлер қатарында Abaddon, Anti-Mag, Dragon Knight, Magnus, Ursa, Slardar, Leon және басқалары бар. Айтпақшы, кейбір ойындар бұл кейіпкерлерге шектеу қойып, тыйым салды. TI-дің топтық кезеңі өз квинтеттерінде соңғы орындарды иеленген 4 команданы жеңе алмады. PSG Quest топ 20 қатарынан орын алды. Осылайша олардың чемпионаттағы жолы аяқталды. Ойыншылар арасында TI 2000 немесе Наив лақап атымен танымал Кери Айбек Тоқаев та бар. Желі қолданушылары ойыншылар патчқа нашар дайындалған дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Ал Entity-де бәрі әлде қайда жақсы. Олар плей-оффқа шықты, бірақ төменге орынға түскен рас. 16 қазанда матчта Қытайдан келген Ажурей командасынан 0-2 есебімен ұтылған еді. Енді Әлімжан Ватсын Исламбеков ойнайтын команда 22 қазанда Тундра командасымен жарысады. Айтпақшы, Тундра өткен чемпионаттың жеңімпаздары. Әлімжан, сәттілік тілейміз. Ал Spirit командасы Инттағы топтық кезеңді бір жеңіліссіз аяқтады. Есеп 8-0. Жарайсыңдар. Dota 2 нет порталының директері бойынша бұрын соңды мұндай жетістікке қол жеткізген солар ғана. А тобының соңғы матчында AG-де 2-0 есебімен жеңді. Бірақ команда менеджері Дмитрий Белов өз командасының мінсіз ойыны TI форматында ешқандай артықшылыққа ие емес деп санайды. Valve Team Spirit командасын алдаған ба? Дмитрий Корбен-Белов чемпионаттың ұйымдастыру туралы пікірінде ортаға салды. Ол турнирдің әдеттегіден түк айырмашылығы жоқ деп санайды. Бірақ жаңа ережелер Spirit командасының ызасын тудырды. Бұған дейінгі Liquipedia порталының өкілдері есебінше TI сервис талаптарына жауап бермейді.
Лемар Силаков-Волынский Тундра eSports компаниясының аналитигі екенін анықтаған Valve Лемармен келісім шартты бұзды. Себебі оның жұмысы ұйымның командалардан тәуелсіз болу ережесіне сәйкес келмейді. Лемардың өзі Valve'ге еш арыз шағымы жоқ екенін және серіктестік келісім шарт шеңберінде аяқталғанын айтты. Топтық кезең аяқталғаннан кейін ол TI-12-де де ерікті ретінде жұмысын жалғастырады. Ақшта ғана емес, Австралияда да от болып жатыр. IEM Sydney 2023 CS2 жайлы айтып отырмын. Бастапқы матчта Cloud9 қатысқан болатын. Өкінішке қарай олар ұтылып, турнирден шығып қалды. Жақында тараған қауесеттерден кейін команда капитанының орнын Хоббит иеленген естеріңізге сала кетейін. Ал қазір өтіп жатқан турнир нәтижелерін жақын арада білеміз. 22 қазан жарыстың соңғы күні. 5 орындығы бар велосипед, жалаңаш кеуде және мемдер. Бетбум Team IEM Sydney 2023 ашылуына арналған видеоны ұсынды. Видеода команда турнирдегі күлкілі кедергілерден өтеді, тіпті адасқан тауықтарға жол табуға көмектеседі. Ал сіз видеоны көрдіңіз бе? Пікір жаза кетіңіз. Санжар Нилан Ишкаковтың орнын кім алмастырғаны белгілі болды. CS2 бойынша Gamer Legion құрамының жаңа ойыншысы поляк Януш Снакс Погажельский. Ол 2013 жылдан бері кәсіби аренада жүрген тәжірибелі ойыншы. Бұған дейін санаулы мәрте Pompa Team құрамында өнер көрсетті. Ойыншыларды ауыстыру туралы хабарлама Gamer Legion компаниясының әлеуметтік желідегі ресми парақшаларында жарияланды. Айтпақшы, енді команда Фонбеттің серіктесі. Келісім шарт 1 жылға жасалды. Қазірдің өзінде жаңа бірлескен акциялар әзірленуде. Сондай-ақ Фонбет логотиптері IEM Sydney 2023-тен бастап барлық турнирдегі ойын формасының жеңдері мен кеуде тұсына жабыстырылды. Мұндай алғашқы матчта өтіп үлгерді. Ал енді өсек тайм. Simple лақап аты бар ойыншы қайда? Нави командасы Сиднейге Simple-сыз барғаны туралы ресми түрде ештеңе түсіндірмеді. Бұл жағдай сұрақ туындатары сөзсіз. Бақ пен ютуберлер туыстарынан сұраса, Simple-да құжатпен мәселе болып жатыр екен. Алайда бұған қаншалықты сенуге болады? Оның үстіне Австралиядағы турнирде киберспорт жұлдызын Александр Simple Костылевты белгісіз себептермен оның жаттықтырушысы алмастырған. Оңтүстік Кореяда 10 қазаннан қарашаның ортасына дейін League of Legends бойынша Riot World Championship өтеді. Жүлде қоры, айтпақшы, мұнда да жүлде қоры инттағыдай 2,225,000 доллар. Бірде-бір командада қазақстандық, тіпті ресейлік жоқ. Көпшілігі Қытай мен Оңтүстік Кореяның ойыншылары. Естеріңізге сала кетейік, Оңтүстік Кореяда бұл ойын топ танымал ойындар қатарына кіреді. Ал сіз бұл ойынды ойнағансыз ба? 5-5 сайбер чемпионаты басталды. Бірде Dota 2 және CS2 бойынша. Жүлде сомасы 30 миллион теңге. Ал ең қызығы ұйымдастырушылар көрермендер арасында автокөлік ойнатпақшы. Жоспар бойынша онлайн плей-оффтар 20 мен 21-де өтеді, ал офлайн ойындар 27 мен 29 қазан аралығында болмақ. Соңғы жылдары киберспорт әлеміндегі ең қымбат топ 10 командада қызметкерлер саны 17%-ға азайды. Біздің тұрақты айдарымыз киберспортқа жан-жақты талдау жүргіземіз. Сонымен сарапшылардың пікірінше жұмыстан босату экономикалық тұрақсыздыққа, кірістердің төмендеуі мен шығындардың көбеюіне, инвестициялардың болмауына байланысты. Оған жарқын мысал Activision Blizzard және ESL Faceit Group'та жұмыстан босағандар. Ондаған мықты қызметкер жұмыстан шығып қалған. Сондай-ақ командалар ойыншыларына аз төлеп жүр. Көптеген шағын командалар ойын алаңынан кетті. Мұның бәрі өкінішті әрине. Киберспорттағы қыс жақында арада аяқталып, жылыну басталады деген үміттеміз. Біз Сайбер Алаң командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтарды шығарып отырамыз. Біздің шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Телеграмдағы арнамызға және TikTok пен Instagramдағы парақшамызға жазыла кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.